Анашым, ана отырған кімнің ескерткіші? Ол Кенесары ханның ескерткіші балам. Сонда Кенесары хан осындай үлкен болған ба? Балам, батырлардың рухы мықты болған соң, абыройы биік болған соң, олар өмірде кішкентай болса да, осындай ескерткіштерін үлкен етіп жасап қояды. Нару, көлікті бәлкім бұрып, қасына жақынырақ барармыз, а? Қазір мен осы жерге ыңғайлап қойып алайын, көлікті қасына барамыз, е? Міне Нару, Кенесары қазақтың соңғы ханы. Абылай ханның немересі, қазақ халқының азаттығы үшін, қазақ жері үшін қол бастаған адам. Неге? Кенесары ханның ескерткіші Есіл өзенінің жағасында тұр. Балам, өйткені Кенесары ханның көтерілісі дәл осы жерде орын алған. Білесің бе, ана жердегі конгресс холлды білесің ғой, е? Я білем. Сол конгресс холлдың алдындағы Кенесары көшесінде бұл оқиға болған. Кенесары бастаған топ Ақмола бекінісіне шабуылға шығыңдар деп, патша үкіметіне қарсы шабуылға шыққан. Бала есейген сайын өзінің руы, ата-бабасын, одан қалады тарихты, ұлтымызға қатысты барлық дүниені сұрай бастайды екен. Білесіз бе, құрметті көрермен, мен осы Нарылдың Кенесары ханның ескерткіші туралы сұрағынан кейін мен осы қаладағы барлық ескерткіштерді аралап таныстыруға бел будым. Кеттік па, Нарыл? Кеттік. Мен жаңа өтіп бара жатып, қай жерден көрдім екен ескерткішті? Сарыарқа ауданы әкімдігінің алдында бір ескерткішті көрдім. Қазір мен сен сол жерге апарам. Кеттік. Нарыл, бұл кісі ұшқыш батыр атамыз Талғат Бегелдиновтың ескерткіші. Қараш, қандай тамаша ескерткіш. Тіпті ескерткішке қарап, нағыз ер азаматтың қайсарлығын сезінесің, Нарыл? Я, бұл кісі Кенесары атабыз сияқты Астанада соғысқан ба? Талғат Бегелдинов 1941 және 1945 жылғы екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес одағының әскерін немістерден қорғаған. Тағы бір қызық айтайын ба? Я. Талғат Бегелдинов 500 сағат әуеде ұшқан, өте қиын тапсырмаларды орындаған. Кеңес одағының 2 дүркін батыр атанған. Бұл батыр соғыстан келген бе? Иә, балам, Талғат Бегелдинов соғыстан оралған. Бірақ 2014 жылы дүниеден өтеді, яғни 92 жасына келіп. Талғат Бегелдинов авиация саласында еңбек еткен және көп қалаларға әуежай салуға көмектескен. Ескерткіш деген қалаға сән беру үшін қойылатын тас мүсін емес. Бұл тарихқа деген тағзым. Ел үшін, ұлт үшін, халқымыз үшін батыл қадам жасаған, батырлық көрсеткен тұлғаларды ұмытпай, ұлықтау үшін қойылады. Сондықтан астаналықтар мен қала қонақтары демалыс күндері не болмаса елордаға келген қонаққа Астананы көрсетіп жүрсеңіз, ескерткішті аралап шыққан дұрыс. Оның үстіне ескерткіштердің айналасы тыным бақ. Бір жағынан таза ауа жұтып, тынығып, әрі танымдық ақпарат аласыз. Балам, қаладағы біраз ескерткіштерді аралап қайтайық, е? Әрине, енді бәрін болмаса да, үлгергенімше, е? Иә.
Құрманғазы дейді мама. Кеше ғой, иә? Әрине Мектепте балам. оқығанбыз. Иә. Құрманғазы Сағырбайұлы деген күйші атамыз Нарыл бұл. Ал сен Құрманғазы атамыздың қандай күйлерін білесің? Мен Құрманғазы атамыздың Балбырау, Адай, Дұрыс. Ақсақ киік. Ақсақ киік күйлерін білемін. Анашым, жалпы Құрманғазы атамыз қай жақта тұрған? Құрманғазы атамыз 1823 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Содан кейін 1869 жылы Астрахань Ресейдің жерінде дүниеден өткен. А сен білесің ба? Құрманғазы атамыз Дина Нұрпейісованың ұстазы. Ескерткіштерді аралағанда Жұмабек Ташеновтың ескерткішін ұмыт қалдыруға болмайды. Қазіргі Қазақстан жерінің сақталып қалуына үлес қосқан қайраткердің еңбегін кейінгі ұрпақ білу керек. Егер Жұмабек Ташенов өзін құрбан етіп, қызметінен айырылып, сол кезде КСРО басшысы болған Хрущевке қарсы шықпағанда, еліміздің солтүстігіндегі 5 облысы Ресейге, оңтүстіктегі топырағы құнарлы бау-бақша егетін жерлер Өзбекстанға беріліп, қандай күйде болар еді? Астананың бір ерекшелігі тек осы өңірге қатысы барған емес, кез келген өңірде туған тұлғалардың ескерткіші бар. Бірі батыста, бірі шығыста, оңтүстік пен солтүстікте туып өссе де халқымыздың тарихы мен мәдениетінде, ұлттық болмысында, мемлекетіміздің қалыптасуында орны бар аңыз адамдардың ескерткіштері. Анашым, бұл Бауыржан Момышұлы ғой. Дұрыс айтасың, Нарыл. Кеңес одағының батыры, әйгілі қолбасшы Бауыржан Момышұлы. Соғыста батальон командирі болып, бұл кісінің тактикасымен біздің әскер жеңіске жеткен. Сондай-ақ Бауыржан Момышұлы жазушы, оның «Ұшқан ұя» деген романы бар. Айтпақшы, сен сол романды оқыдың ба? Жоқ, анашым, оқымадым. Ендеше оқымасаң, мен саған «Ұшқан ұя» романын оқуға кеңес берем. Келістік қой, иә? Ендеше, Нарыл, сағат неше болды? 5 асып кетті ғой. Қайтайық үйге, иә? Уақыт болып қалды. Бірақ бірінші тамақ іш. Келістік. Кеттік. Анашым, Абай Құнанбаевтың ескерткішіне неге бармадық? Балам, келесі жол барамыз, е? Қызық, Абай Құнанбаевтың бүкіл Қазақстанда қанша ескерткіші бар екен? Өте орынды сұрақ, қызық екен. Негізі санап көретін екен, е? Білесің бе, шынымды айтсам, Абайдың ескерткіштері тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар шетелдерде де бар. Сондықтан міндетті түрде осыны келесі жолы санап алайық, е? Міне, осылайша бір жексенбіні баламен қаладағы ескерткіштерді аралаумен өткіздік. Бір рухани демалыс болды. Бала өскен сайын бұл да қажет екен. Бұл да бір тәрбие. Жұмыс, түсірілім, той, қонақтық деп жүргенде уақыттың қалай зымырап өтіп жатқанын байқамайды екенсің. Енді келесі жексенбіні қалай жоспарласақ екен деп ойланып тұрмыз. Құрметті көрермен, бәлкім сіздер кеңес берерсіздер. Қайда баруға болады? Астына жаза кетіңіздер.